Ассаляму алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чылышам, вешімдікі дақаға бөлі мәлімат. Скиф алтыны бойынша қарар ярым елға да қалдырылды. Файдалы илім адлы дини мариф лихасы қадын қызлар мұсылман тешкілатлары арасында ең яқшы деп танылды. Амброзия усымлігіне аллергия мутихасысының эффектив тефселері. Белая 6 қасыбасының сәкенлері ярық олмағанына шекет етелер. Нидерландның апелляцион махкемесі Скиф алтыны бойынша қарарыны ең аздан ярым елға да қалдырды. Филименке Аларт Персонның музейіне Қырым алтыны ве Қара деңізінің сырлары деп атланған сергіге Қырымның 4 музейінден 2 бенден зияде предмет йоланылған адам. Оларның арасында қыметлі металлар, селя, демир башлықлары, қылычылар, қадими урымлар ве скифлерінің сауыт сабасы бар еді. Оларны ярым ададан 2014 сенесіне де чықардылар. Бұндан сон сергі предметлеріне Украина оз ақыны бұлдырды. 2016 сенесінің декабрь айына Амстердам махкемесі ЮНЕСКО тешкілятының норматив актларына әсасланарық, оларны Киевге қайтарма қарарыны шығарды. Бұна жевап оларақ Қырым музейлері апелляцияға берділер. Оларның талапларына көре артефактлар Қырымға қайтмақ керек. И мы, конечно, благодарны суду и уже оценили это. Значит, основные моменты, основные тезисы вот решения суда, в чем они состоят, что самое главное, что экспонаты остаются в музее Аларда Пирсона до вынесения окончательного решения. То есть отменено предыдущее решение суда о вывозе наших экспонатов в Украину. Поэтому это большое дело. Далее, суд подтвердил позицию нас, 4 музеев Крыма, о том, что конвенция ЮНЕСКО, она неприменима на сегодня к нам. И неприменим еще, как судьи вынесли решение, и закон Нидерландов о культурном наследии. Поэтому это тоже большая победа, серьезная. Махкеме давалары девамында музейнің қыметлі шелері Нидерландтан бір ерге алып кетілмеді, вен ұмайш етілмеді. Оларны кереклесі веде көзетелер, оның өчін артефактлар олған сыфатында қайтырылажақ. Адалет меселесі есе вақыт кечкен сон белі олажақ деп ұшандыра Қырым алимлері. Сам факт нахождения предметов в нормальных фондовых, скажем так, условиях, в принципе, сам этот факт неплох. Я абсолютно уверен, что все-таки правда восторжествует, что крымские музеи получат предметы, которые принадлежат им по праву. Совершенно однозначно, что все они были найдены на территории нашего полуострова и, конечно, должны вернуться в наши музеи. Борай девамында Украина ве Русия эсірлеріні алмаштырачақлар. Бұақта Норман 4 девлетнің, яғни Украина, Русия, Алмания ве Франкистанның меслячыларының құрышывы девамында бел олда. Бүгін Киев шерінде кечкен брифингте Украина президент офисі елбашчысының муавины Вадим Пристайко бірінші алмашывға 10-15 яқыланған кіші еланылажақ деп хабер атты. Эсас вазифе еркезіні евге қайтармақ. Невбетеке сефер Норманд форматында құрышыв август айында олып кечедек. Едіқойу районында мемориетінің елбашчысы хабаржылықта қабатлана. Оның истифаға кетмес ақта аризасы Қырымның елбашчысында тұра. Бұл ақта Сергей Аксенов ичтимай ағларда өзінің сәйфлерінде хабиратты. Истифаның себебі хабаржылық. Боле алда жазадан қачмақның чаресі олмас деп қайдатты Аксенов. Мен Едіқойу районында мемориет елбашчысы Светлана Иванованың іші бойынша малземелеріні диққат елі огрендам. Оларны маңа визирлер шурасының теркібіне кірген Қырым Жемхуриеті бойынша қабаржылыққа қаршы комитет йоллады. Менің фікірім мемориет елбашчысына ишанмамаға темел бар. О истифасы ақта ариза язды. Мен эмином ки ұқу қорчалайжы ве махкеме органлары бұл меселені чезеджеклер ве доғыру қарар чықарajaq. Қырымда Едіқойу районын шырасы Светлана Иванованың истифасыны қабыл етті. Бөлі қарар бүгін мұшавері кеті шатында қабыл етілді. Яңы елбашчы оларақ Екатерина Юравских тәнленді. Евелері о Светлана Иванованың муавины оларақ чалышайды.
Кырымлы талебелер икәне девлет имтиханы яни ЕГЭ нәтиҗеләре буенча рекорд кайрыштылар. 15 мезон максималь балл әлде етті. Бүген 100 балл казанганларны Кырымның везирлер шурасында тагдирләделәр. Җумһуриятыбызның юлбашчысы Сергей Аксенов бу яшларны шахсен хайрлады. Мукафатлану тедбирендә мөхбирimiz Айша Шулакова булынды. Эльвина Садыкова истидатлы балалар үшін Кырым гимназия-интернатының мезуны. Мектепні алтын медальнен бетерді. Рус тілі бойынша екене девлет имтианында 100 балл казанды. Бөле нәтижеге ерішмек үшін бір ел азырланды. Эркунь білген шейлерні текрарлады, қошма әдебиятны оқыды. Эмді репетиторлерсіз. Я занималась сама. В свободное время я прорешивала различные варианты, готовилась по кодификатору. К репетиторам не ходила, потому что считаю, что ЕГЭ – это проверка наших знаний, а не знаний кого-либо другого. Эльвина Кырымда қалып, Кырым федераль университетіне оқымаға кірмеге ниетлене. Оесап дерсі ожасы олып, Туфган гимназиясына қайтып ожалық етмек ақта арзу еті. Меня с детства привлекает эта профессия. Я уже с 7 класса хотела работать учителем. И глядя на профессионализм учителей в нашей школе, мне хотелось бы стать таким же человеком, с большой буквы. Везирлер шурасында топлашувлар еріне тантаналы тәдбір. Екене девлет имтианларында ең yüksek бахалар алғанларны тақдірлейлер. Бұл елы 100 балны 15 Кырым мезуны елде етті. Кырым елбашчысы Сергей Аксенов тешекюрнаме мектуплернен шахсен өзі мүкафатлады. А вот среди у нас учениками всего 10 баллов не хотела, чтобы по всем баллам было по 100. Учфен бойынша 290 балл. Макаренко адына 3-нче санлы лицей мектепнің мезуны Сайда Авамилева тамам bu kadar балл казанды. Бұл Кырым бойынша ең яхшы нәтиже. Сайда мемлекетіміздің иқтисадиетіні инкишаф етмеге істей. Тасил алувны да Кырымда девам еттережек. Енді Ахмешітнің Али оқуф юртларından біріне Виахярда МГУ университетінің филиалына весиқаларны тапшырды. Училась в школе усердно, старалась. По обществознанию я занималась репетитором со своим школьным учителем дополнительно. Но в целом я старалась учиться в школе. Нарек Енгибарян химия фенінден 100 балл казанды. Айта егер керек олғаны кыбы азырлансан, имтиан тапшырмақ ичте қиын дегіл. Но вместе с тем очень важен личный стимул, то есть заниматься самостоятельно дома, прорешивать варианты, задачи. Практика. Кырымда екене девлет имтианларының нәтижелері федераль севиеде. Сергей Аксеновның фікіріне көре, более yüksek нәтиже яхшы темелдір. Открыты все вузы страны для вас. На самом деле, конечно, хотелось бы, чтобы ребята лучше после обучения, конечно, возвращались все равно в Крым. И здесь, конечно, свои силы отдавали на развитие республики, на развитие российского Крыма. А то, что я еще раз, вы молодцы, на вас другие должны равняться, вне всяких сомнений. Спасибо родителям вашим, спасибо педагогам, вас в душу, сердце вкладывали. ЕГЭ имтианларының аля нәтижелеріні эм көйлü, эм шер мектеплері көстерділер. Кырымда ilk sefer биология фенінден ең yüksek баха алынды. Эмде профиль математика бойынша 3 мезун аля білгілеріні көстерді. Рус тілі бойынша 100 баллны 6 Кырым талебесі казанды. 15 100-бальников – это реальное достижение. Важно то, что трое из них – это профильная математика. Это впервые в Республике Крым. И я считаю, что это результаты системной работы по улучшению и совершенствованию математического образования в Республике Крым. Бұл елдан башлап Кырым мезунлары үшін екене девлет имтианы мұтлақа тапшырылacak. Ағымдаки оқуф елінің сонында 10 бинге якын мезун бойле ЕГЭ имтианını берді. Айша Шулакова, Эльдар Заитов, Миллет үшін. Файдалы илем адлы дини марифлихасы қадын-қызлар мұсылман тешкілетлары арасында ең яқшы деп танылды. Көпларнен тақдирлев тедбірі Москвада кечті. Конкурста Русияның 30 регионындан келген мұсылман қадын-қызлар тешкілетларының 100-ден зияде ребері іштірак етті. Қырымны теолог рухиятчы Зейнеп Байырова тақдиматты. Буақта Невбетекелев Хамас. Бұл алтын куб файдалы илим адлы қадын қызлар дини маариф лейхасының хазинесіні яраштырды. Бұл тешкілят енді 2 елдан берлі галибе казана. Для нас это победа значимая. И несмотря на то, что она уже 2-й раз, кубок в наших руках, нам очень приятно, что Крым растет, развивается. И не только развивается в меру своих возможностей, но еще и может быть конкурентоспособным.
Конкурсны халқара Аиша клубы тешкіл етті. Тақдимнаме Москвада кечті. Бусене Русияның 30 регионындан қадын қызлар мусульман тешкілатларының 100-ден зияде ребері иштирак етті. Приятно осознавать, что мы могли не только сохранять религиозную идентичность, религиозные духовные ценности нашего народа, но и смогли приумножить то богатство, которое было предано нам, нашими предками, нашими предшественниками. Файдалы илим Қырым мусульманлары дини идаресінің дини мариф лейхасыдыр. Илксифер оны 2014 сененің июль айында тешкіл еттілер. Файдалы илимнің дин ожалары мектеп ве мектептен эвел балалар için ислам дини темеліні огренув бойынша усулиет қолланмалары ишлеп чықаралар. Қадын қызлар, ер кішілер ве балалар için тіл бойынша ве дини курслар кечіріле. Бүгін тешкілетта 100-ден зияде ожа чалыша. Если сказать коротко о структуре Файдалы Илим и чего касается вообще наш проект, то там вы можете узнать много чего и увидеть проекты, которые касаются культурного просвещения, то есть это семинары различные, например, связанные с семейными отношениями, интеллектуальные, просветительские, культурные, то есть охватывают очень много сфер. Галибеден сон Қырым муфтиятының Файдалы Илим адлы лейхасы Түркияда тақдим етілді. Тедбір қадын қызлар үшін бизнес, семья, здоровье серлевалы халқара бизнес форумы черчевесінде кечті. Тешкілетчілар ислам бизнесі халқара бірлешмешісі ве умма серлевалы мусульман қызлар клубы. Форумда чешет мемлекетлерден қарарнен 40 адам иштирак етті. Иштиракчилер қадынлар ислам бизнесі алып барылуы меселелеріні, земаневи мусульман қорантасы ве қадын қызларының сағлығы кебі мевзуларыны музакире еттілер. Султания Сидакаева, Севиля Меметова, Ильмас Аблакимова, Миллет үшін. Белая 6 қасабасының сакинлері ярық олмағанына шикает етелер. Микрорайонда діреклер ве кабелер бар, инсанлар аты электрик счетчиклеріні ерлештірділер. Ама ақшам сайын соқақларда ве евлерде аляда қаранлық. Вазиетні Султания Сидакаева угренді. Сейчас идут внутренние работы. Все за месяц, все здесь делается вручную. Ни бетономешалку не подключишь. Олег Исанбердиев озунан құрылып бітмеген евіні көстере. Оны 10 ел девамында құра. Ама мында ұшық yok. Әршені өз қолларынан yapmak керек. Кираға алынған евден айле көчіп олама. Яшайыш үшін адди шарайтлер yok. Планировали, когда свет дадут, уже переехать сюда. Обещали в этом году дать свет. А теперь говорят, что не дадут. Поэтому переезд, наверное, отложится. Касабаға ұшық да кечкен сене кечіріліп башланды. Уч трансформатор, яны діреклер ве кабеллер ерлештірілді. Сакенлер атты евлеріне электрик счетчиклеріні ерлештірділер. Ве техник бағланов ақта аңлашма тыздылер. 2 айдан сон оның мүддетті бітежек. Евлерде есе ярық аля да yok. В этом году обещали, что в этом году будет уже в марте последний срок. Март прошел, ничего нету. Спрашиваем, а когда? Вот там идет судебный процесс, там еще что-то, 3-е, 10-е. И это все тянется. 2-й квартал прошел, опять ничего нету. Люди многие не могут заехать, потому что нету света. Өз евлерінде яшағанлар бір чәре тапмаға тырышалар, генераторларынан қолланалар ве кабеллеріні тарталар. Амма бұ да оларны құртармай, чөнки кергінлік заиф. Балалар дәрслеріні япып оламайлар, ве соқақларда ойнамаға чаре yok. Вақтынжа ерлештірілген чүрук діреклер дағыла, кабеллер есе ерде ятам. Столбаларымыздың бақыңыз, мына бұл столбалар қиыш, қоңғыр, чүрік енді. Обыр тарапқа бақсаңыз, мына целый, русша айтқанда, паутина. Ол балалар қышларда көрсеңіз, қышта көрсеңіз бұл меселен. Екіла, тұрар кішілер, тракторлар, көмерке адам кетіре трактор столбасын көтермеге. Вот бірінші случайға жеміна, не дейжем. Бұ топрақ дамарталарына репатриантларға да 2007 сенесі айыры башладылар. Қасабада шымды 27 соқақ бар. 150 айле ұшықсыз яшай. Сакинлер епісі идарелерге мұражат еттілер. Ама тек бош жеваплар келе. Значит, они этот договор заключили в июле прошлого года, 18-го года, да. И срок, значит, выполнения мероприятий определен до 31 декабря 2020 года. Практически до конца, считает, до 2021 года. Это что, мы опять должны без света мучиться? Опять. Крымэнерго идаресі берген мәлуматқа көре Ростехнадзор тешкерев кечірген вақытта бір қач хата тапты. Шымды оларны yok etмеге çalışалар. После устранения замечаний и получения положительного заключения Ростехнадзора о допуске в эксплуатацию, Крымэнерго приступит к присоединению бытовых заявителей.
Сакинлер умет этелерки шейра кемиеті бу меселене тезже чезмеге ярдым етер ви якын вақытта бу адамларын евлерінде ұшық пейда олыр. Султания Истакаева, Эрвин Миралиев, Миллеты чун. Комсомольская койынан чет районларындан бұрысының абаданлаштырылығы кейфиетсіз бедерілді. Бұақта Ахмезжет мемориетінің елбасшысы Наталья Маленко хабиратта. Азбарның реконструкциясы тап 2012 сенесі башланған еді. О заманлары шер бюджетінден 29 миллион айрылды. Олардан 16-сы масраф етілді. Ама эсас ішлеріні тұш қызметші бежеріп оламады. Шу себептен шер акиметі онынле анлашманы бозды. Ве епсі хаталарыны августның 15-не қадар чезмеге сөз берді. Люди совершенно правильно высказывают свое возмущение, и мы очень благодарны руководителю товарищества совладельцев недвижимости Ольга Николаевна, которая, не уставая, все время бьет в колокола и говорит о том, что это не работа, так нельзя работать для людей. Қырым акиметі ел әрекетінің қавсызлығы үшін юк машиналарыны Таврида трассасынан ескі Ахмезжет Қарасу базар кефе керіч елына доғырта жақлар. Бұл ағырлығы 12 тоннадан зияде олған машиналарға айт. Ескі елінің вазеті яқшанда тамир кечіралды, сызықлар бар ве камералар ерлештіралды. Сынырлану сентябрінің сонына қадар кірсетілді ве 2 авто ішінде чалышы башлайжақ. Қырымда амброзия усымлігінің гөлев мевсімі ертеже башлана біле. Амашымды онда аллерген усымлікке қаршы көреш ярмаданын епсі регионларында алып барыла. Аллергиядан насыл құртарылмақ ве бұл кейік отны ел қытмек усылар ақта мұғыбіріміз Султания Истакаева сорап білді. Студент қыз София Муратова амброзия отына олған аллергиядан азап чеке. Бірінші сефер хасталық 3 ел әвелсі көрініп башлады. Тымав, боғаз ве көзлерінің қашынтысы пейда олды. Ой кімлерге мұражат етті, енді аллергияға қаршы иләджілар ече. Кашель, покраснение в глазах, слезы, чихание очень сильное, кожа очень краснеет. Врач что прописал, то тем и пользуюсь. Экімлер айтқанына көре амброзия гөллеген вақыт хасталарының сайысы бір қач кереге арта. Кейік отының чечек тозы себебінден сағлам адамлар біле жидди сағлық мәселелеріне оғрамалары мүмкін. Абсолютно нормальный человек, и вдруг появляется бронхиальная астма. Она опасна еще так же, когда она растет и в отдалении даже. Да, на каком-то определенном расстоянии. Некоторые могут ее чувствовать даже за километр, за 2. Некоторые чувствуют ее тогда, когда она растет рядом. Очень сильно реагируют как дети, так и взрослые люди. Беременные очень опасно. Вот эта аллергия именно этой травой. Амброзия пек тез дарқала. Оның тамырлары терен тап 4 метрге топраққа кіре. Чечек тозы есе елнен берабер юзлерже километрге учып дарқай. Жұмхуриетімізде амброзияға қаршы көреш қолнен алып барыла. Апрель айындан башлап коммуналь қызметчілер от орған тертибатнен кейік отқа қаршы көрешелер. Өсімлікнің огына алмақ керек. Бұл мақсатларға Ахмеджетте ағымда кесене 5 миллион рублей айырылды. На уровне правительства Республики Крым было принято распоряжение, которым утвердили план мероприятий по борьбе с карантинным растением амброзии полунолистной на 19-21 года. Указанные мероприятия предусматривают под собой, в первую очередь, это профилактические мероприятия. Ярмадамызда эрсе кызынчы сакинның амброзияға аллергиясы бар. Амма афсуски толу тедавеленов için ilaç да тапылғаны yok. Onun için mütехассислар bu кейік отны вақтында yok etmege tevsiye берелер. Сон bu хасталыққа оғрама имканы экселмесі мүмкін. Султания Истакаева, Руслан Минаев, Магомед Нестуров, Миллеты чун. Интернетте экстремистик мальземелер ерлештірген керіч сакенаны тоттылар. Оғызның ВКонтакте сайфасында нацист атрибутикасына ұшаған тымсалерны нумайыш етті. Бұл Русияде ясақ етілген шейлер. Керіч шер махкемесі егетні қабатлы деп таныды ве 2000 рубле пара жазасыны тайынледі. Бұндан да ғайры, яш егеттен бүлгі саярның систем блокі чекапаланды, ясақ етілген мальземелер тамам ондан ерлештіріледі. Русияде янгынжы роботны яратылар. Яңа аппарат таванда юрып, атешны сондырежек. Бұндан да ғайры бұйық биналарының тұташуыны еңіп олajaq ве месафеге көре су ақымыны доғырлajaq. Оның көчішіндегі тертибат мұқтар шекілде чалышып, тоз ярдымынен янгынларны сондыре бөле. Русияде бұл системаның аналыглары yok, сынавны мұне сөзерінде ішні елінің сонуна жекінлемеге планлаштыралар. Сатылу вариантыны яратмақ үшін да бір ел керек olajaq.
Радио Ватан седасы яңы лейха тақдимете. Енді ер жұмартесі ве базар күні саат 20-ден саат 24-ке қадар лафазан диджейлер мақсус ақшам эфиріні алып баражақлар. Яғни селямлар елайжақлар ве Қырым татар иджрадиларының ерларыны қойып дінледжілеріні қуандырajақлар. Яңы форматтаки эфирінің ilk чыққышыны Эдип Эмерт кечірді. Біз аслында радионың тақымынен чоқтан берлі бұл проектна мелге кечірмеге істейдік, чүнки ақшам ұсты өз ішлеріні япқан, яда yolda olған, яда құруcılıqнен оғрашқан ватандашларымыздың сайысы пек чоқ. Ве бұл діңлейджілер яқшы Қырым татар тілінде музыканы діңлемеге істейлер, ве яқынларына селямлар йолламаға пек ашқалар. Ve biz olarının şu arzularını yerine getirmeye istedik. Onun için Vatan Sedası endiden dinleyicilerimiz ile daha çok vakitini geçirecek. Шымдықы дақаға bu епсі хаберлер келечек яйынымызны 21 бұчықта қачырманасы қайырлы ақшамлар.